Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен? Жақсылықта жандарыңыздан табылатын, мереке күндерді құттықтайтын біздің бағдарлама Шуақты көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арнайы апайымызға деп арнаған Дархан аймағы Шаренқол ауданынан жолдаған ізгі сәлемді жеткізуге дайын болдық. Арға сүйер панамыз, әулетіміздің мақтанышы болған Өсерхан апамызға, бауыры Әлфенхан ағамыздың атынан жолдаған ізгі сәлемді баршамыз бірге жеткізейік. Кеш жарық болсын, қымбатты көрермен. Біздің бағдарлама жақсылықтың жыршысы болып, бақытты күндердің куәсі болып, бүгінгі келескі бағдарламамыздың құтты қонағы Мөлдірдің апасы Мұңғұлы Сүйсөйлі тергөлетчілдің Өсерхан апамызбен жалғастырып отырмыз. Ал енді апа, кеш қонағы март мерекеңіз құтты болсын. Айтқаның келсін, әмин. Ал енді бұл видеоға апа, қызмен ападай емес, жұмысшымен қатысушыдай болу керекпіз. Бірінші, бүгінгі болып жатқан халықаралық әйелдер мерекесі, Шуақты көктемнің алғашқы тойы март құтты болсын. Әмин, айтқаның келсін. Ал енді апа, шынымен де наурыз айы басталып жатыр. Бұл наурыз ай біздің қазақтарға өте берекелі келіп жатыр. Бірінші, наурыздың бірінен бастап тұтып жатқан ораза, жасап жатқан дұға ниетіңіз қабыл болсын деп бастайық. Рамазан мүбәрәк болсын. Әмин, айтқаның келсін. Алла разы болсын. Ал енді апам ниетін етіп, жаңа ғана тараух намаздан тарап келгенде алдынан осындай әдемі гүл беріп жіберіпті. Бірақ та бұл апа кімнен деп ойлайсыз жалпы? Мен кім бе? Әзияма. Балалардан деп ойлайсыз ба? Баладардан деп ойлаймын, басқа мен білмеймін. Басқа подарка беріп жүретін чал болып жүр ме? Жоқ. Басқа балам бәрі келді, әзген келе алған жоқ. Ал онда бірден аналар күні болғандықтан бірінші ана туралы 4 жол тақпақ оқып берейін. Ананың қадірін айтайық, балаға деген ықыласын санаға салып байқайық. Туғанымда қуанған, дүние малым бұланған, тар құрсағын жібітіп таңдайыма ақ сүттің нәрін берген аналар аман болсын деп бастап жатса, бірақ та бұл жолы апа, анама деп арнаған емес, орны өте бөлек бір сыйлық алыстан сізге келіп отыр. Енді жақсылап тыңдасаңыз, кім қалайша сізге құрмет көрсеткені белгілі болады. Әкемнен қалған көзі, алтынның сынығы, тектінің тұяғы, арқа сүйер менің жар дегенде жалғыз апайым. Март мерекеңіз құтты болсын. Мейірмен бауырларын көп демеген, қамқоры әрбір үйдің әпке деген. Жығылсаң артымнан демеген, қуансам қасымнан бірге шаттығымды бөліскен. Апайымның барына Аллаға шүкір дейік. Өткен күндер біздің әулетке сынақтарды молынан берді. Бірақ та жақсылығы көп болсын деп дұға тілеймін. Жалғыз қалдым деп мұңаймаймын. Арқа сүйеп еркелеп барғанда енді алақанын жайып қарсылатын апайым бар деп мақтанамын. Әулетімнің тірегісің, ал менің үлкен панамсың. Анамдай көріп арасында барып еркелеп тұрам ғой. Сол үшін аман сау болшы менің апайым. Алыстан болса да март мерекеңізді құттықтап тұрмын. Бұл сыйлықты Дархан аймағынан, Шаренқол ауылынан Әлфенхан бауырыңыз бен Рина келініңіз сізге жіберіп отыр. Енді бауырдың ыстық ықыласы, келіннің құрметі жалғассын дейік. Бұл гүлді сізге мерекеңізге орай тардайық. Қабыл алыңыз. Ермен бауырларын көп демеген, қамқоры әрбір үйдің әпке деген. Таңдайдан төгіледі тәтті жырың, арнайы айтпағанмен мақтап өлең. Ініңнің түзеп қанша әттегенін. Ал енді апа, өмір бірде жылатып жатады, бірде қуантып жатады. Бірақ та бәрі Алланың ісі ғой. Апайларыңыз, ағаларыңыз кетсе де, артыңызда сізді деп
аңсап еске алатын бауырлар барына да шүкір дейікші. Иә. Бүгін осы видеоны арнайы таңертеңнен бері маған әзер етті барып беруді. Сондықтан қазір екемізді де көріп отырған шығар. Көңілі толқып тұрған шығар. Дәл қазір тілек жалғастырыңыз. Осы жолы Әлпенхан ағама деп арнап. Жа, қарғам Әлпенхан, көптен көп рахмет. Мен жалғыз емеспін ғой. Баладарым бар, бауырларым бар. Көптен көп рахмет Ринекеуіңе. Алланың рахмет тисін. Бала шағаларың игілігін көр, мені сыйласаңдар, сендерді Құдай сыйласын. Қарғадарым, дендерің сау, екеуің әрқашанда бақыт. Жұмыстарыңнан табыс, дендеріңе саулық, әрқашанда екеуіңе бақыт тілеймін. Қарғадарым, аман болыңдар. Рахмет. Бүйтіп апайдарыңның көңілін көтеріп, кеше апайымның қайтыс болған күн баладарым аят оқып берді. Рахмет бәрдеріңе. Мен жаңғыз емес. Барлықтарыңа көптен көп рахмет. Бәр бала шағадарым, келін кешек, осы жерде үрім бұтақ құда-құдағи барлықтарына жылағанда бөліскен барлығына Алланың рахмет тисін деп айтам. Әумин. Ал енді апа, қазақта әдемі сөздер бар. Соның ішінде ағаш бұтағымен адам ұрпағымен көркейеді деп жатады. Марқұм Тоқанай атамыздың жоқтығын білдірместен шоқ гүлмен құттықтап жатырса, бұдан да үлкен сый-сияпат жалғасады деп ойлаймыз. Сол әулеттің тірегі енді өзіңізсіз. Денсаулығыңыздың мықтылығын, өміріңіздің бақыттылығын біз сізге тілеп отырмыз. Жайлау әулетінің арқасы үйір болып, мынау Налайхандағы барша ағайынның басын қосып отырған ақ жаулығыңыз, ақ ниетіңіз әрқашанда ұзағынан болсын. Аналар, әйелдер мерекесі құтты болсын. Әмин. Әпкем, жаным әпкем, тән тығып ал талашты, жүре берші